Сәлем достар, біздің алгоритм Self подкаст жобамызға қош келдіңіздер. Бұл подкасттардың негізгі мақсаты сіздердің мақсатқа жету жолдарыңыздағы бір іс-әрекеттеріңіздің тиімділігін арттыру болып табылады. Яғни тезірек, жылдамырақ, тиімдірек жету мақсатында түсіріп жатырмын. И бұл алгоритмдердің барлығы өзімнің өмірімнен арылған, белгілі бір зерттеулер жасау арқылы жасалынған тұжырымдамалар. Келісуіңізге болады, келіспеуіңізге болады, қолдануыңызға болады, қолданбауыңызға болады. Енді бүгін мен бір қызық алгоритммен бөліскім келіп тұр. Құлайтын кәсіпкердің симптомдары дейікші. Яғни мен осы нәрсені байқадым. Бірінші симптом шығады, сосын бір 3-4 айдан кейін қарасаң кәсіпкер тоңқалаң асып домалап жатады. Қарызда, немесе яғни кассовый разрывта. И қызығы қайталанады. Бір кәсіпкерден байқаған симптом екінші кәсіпкерге как вирус ретінде жұғады, и екеуі бір результат алады. Анау аурудың да симптомдары бар ғой, мысалы гриппта бірінші мұрнынан су ағады, көзің жасаурайды, и сен түсінесің, что сен грипповать еттің, и келесі 3 күн бойы сен уже ауырып жататыныңды білесің. Тура сол секілді құлайтын кәсіпкердің симптомдары бар екен. Бірінші симптом бұл скучно деп аталады. Скучно, ішім пысты деп аталады. Мен өте көп кәсіпкерлермен жұмыс жасадым, өте көп кәсіпкерлерді ортамда кәсіпкерлер болды, өте көп кәсіпкер шәкірттерім болды. И солардың барлығынан байқаған бір симптомым бар. Кәсіпкер белгілі бір қаржылай мақсат шыңына жеткен кезде оның іші пыса бастайды. Мысалы, кәсіпкер үйін алды, машинесін алды, яғни сол моменттегі өзінің басындағы ақшалай әмияны толғаннан кейін оның іші пысады екен. Үйін алды, мысалы машинесін алды, шетелге шығып келді. И әр кәсіпкерде бұл әмиян әртүрлі. Біреу 500 мың теңгеде, біреу 5 миллион теңгеде, біреу 10 миллион теңгеде. Бірақ неважно, барлығының симптомы бірдей басталады. Мұхит мырза, что-то менің ішім пысты дейді. Что-то бір қызық емес сияқты, ақша өзінен кеп тұр. Жұмысқа барсам да, бармасам да ақша уже домалап кеп тұр маған. Өзі ішім пысып жүр дейді. Өзі адамның түріне қарасаң да бірден білінеді. Өмірге құлшынысы жоқ, приключения іздеп жүрген адамның кейпін танытады. И ең қызығы, бұл симптом пайда болған кәсіпкерлер егер қысқа мерзімде тиімді шешім шығару қағидасын, тиімді шешім шығару алгоритмін үйренбесе, барлығы бір результатқа алып келеді екен. Олар іші пысты, енді не істейді? Өмірлеріне приключения іздейді. Ең қызығы соны тауып алады. Қарапайым бір пример. Бізде бір кәсіпкер болған, который машинесі бар, 2-3 квартирасы бар, белгілі бір ақшасы бар, шетелге шыққан, и іші пысып жүр. Ең қызығы, ол іші пысқан мойындамайды, и бір басына бір гениальный идея келеді. Ох, блин, мына бизнесқа кірем дейді. Мысалы, өзінің бизнесі қызмет саласында болатын болса, бұл мен тауарға кірем дейді. Түсіндіре алдым ба? И в итоге тауарға кіреді. Мен айтам, блин, сен қазір ішім пысқаннан кейін басыңа приключения іздеп жүрсің негізі, бірақ ол көнбейді. И в итоге 4-5 айдан кейін ба, қателеспесем бір жылдан кейін кездессек, Мұхит мырза тура сіз айтқандай болды дейді. Мен басыма приключения іздеп, оказывается, кәсіпті ашыппын. В итоге одан кассовый разрыв ұстадым. 3 квартирамның 2-еуін саттым. Мына машинемді сатып, одан әлсірек машинеге өттім. Қарыздарымды әрең жаптым. Менде осындай қызмет саласында осындай оборотым бар еді, ол оборотым осыншаға құлады. И зато скучно болмады дейді. Вот, пожалуйста. Бірінші симптом ол іш пысқаннан кейін адам басына приключения іздейді. И в итоге оны табады. Сондықтан бұның шешімі қандай? Сенің кәсібіңнің скучный болуы ол норм. Яғни кәсіп скучный болған кезде белгілі бір жүйе жұмыс жасап тұр деген сөз. Ал неге біз осындай кезде қате шешімдер қабылдаймыз? Себебі біздің өміріміз скучный болып тұр. Кәсіпкер мен кәсіп екеуі бір не болып кеткен. Бізде кәсіп бөлек, кәсіпкер бөлек тұлға екендігін оны түсінуіміз қажет. Яғни кәсіп скучный болу керек, бірақ кәсіпкердің өмірі скучный болмау керек. Хорошо? Ол өзінің ортасын, ол білім алсын, ол шетелге шықсын, ол хобби тапсын. И байқасақ, үлкен кәсіпкерлердің барлығының өзінің ортасы бар, өздерінің ұстаздары бар, өздерінің хоббиі бар. И сол арқылы олар өмірлерін, өздерінің жеке өмірін скучныйға әкелмейді. Бірақ кәсіп скучный. Кәсіпте бюрократия, кәсіпте система жұмыс жасап тұр. Кәсіп ойландырмайды. Күнде бір нәрсе қайталанады. Күнде бір нәрселер жұмыс жасап жатыр. Егер сізде қазір кәсібіңіз скучный болып жүрген секілді сезім болатын болса, оның
проблема деңгейінде шешіп тастауға болатын бір жол ұсынғым келеді. Ол біздің алгоритм деген 20 сабақтан тұратын онлайн курсымыз. Ол жерде біз тиімді шешім қабылдау алгоритмі, жеке қаржы басқару алгоритмі, кәсіби қаржы басқару алгоритмі, идеалды команда жүйесі деген секілді 20-ға жуық сіздің тиімділігіңізді арттыратын алгоритмдердің тізбегін жазып қойғам. Өте қысқа пайдалы таблицалар жасап қойғам, өте қысқа видео сабақтар түсіріп қойғам. Соны алсаңыз болады. Ол үшін төмендегі сілтеме арқылы өтіп, менеджерден консультация алыңыз, сол жерде танысыңыз и пайдаңызға жаратыңыз. И бизнесіңіз скучный болмайды, ол ары қарай өседі деген ойдамын. Екінші симптом личный бренд деп аталады. Енді қазір білмеймін, контент-продюсерлер көбейді ма, или маркетологтар дұрыс емес бағытта ұсынып жатыр ма, или әркім ақша тапқысы келе ма. Көбіне кәсіпкерлерге мынандай ұсыныс келеді. Мен өзімнің басынан болған бір шәкіртімнің оқиғасын айтып берейін. Бір танымал емес кісі бар. Кәсібі жақсы, ақшасын тауып тұр. Үлкен ақшасы бар, машинесі бар, бизнесі бар, несі бар, бәрі күшті. Оған бір контент-продюсер дейміз бе, сол келген. Бәлен аға, сіз деген личный бренд жүргізуіңіз қажетсіз. Сізді тану қажет. Сіз бай болғаның не, егер сен танымал болмасаң деген идеяны басына сіңіріп жүрген. Анау сөйтіп ойлап келіп тұр. Шынымен мен бай болғанымның не керегі бар, егер мен ешкім танымаса деп сөйтіп келіп тұр да. Одан кейін айтқан, сіз деген өте көп тәжірибе жинап алғансыз, мұны бөлісуіңіз қажетсіз, курс жасауыңыз қажетсіз деп басына сіңіріп тастаған. В итоге не істейді? Личный бренд деген нәрсені көбісі мынаумен шатастырып жүр, яғни барады, пранк жасайды, ақша таратады. И в итоге ол кәсіпкер 3-6 айдың арасында кәсібінің оборотын құлатқанын байқаймын. И маған келіп тұр. Осылай оборотым құлап кетті деп. Мен айтамын, осы соңғы 3 айда немен айналыстың? Личный брендпен айналыстың. Не үшін айналыстың? Білмеймін, айналысу керек деді. Демек, оның личный брендпен айналысудағы негізгі мақсаты ол кәсібінің оборотын көтеру, немесе белгілі бір маркетинг стратегияға байланбаған. Ол тек қана мені елдер таныса, көрсе, мақтану мақсатына личный бренд жүргізіп кеткен да. Личный бренд деген нәрсені көп кәсіпкер немесе көп контент-продюсерлер дұрыс деңгейде түсіндіре алмай жатыр. Егер ол маркетингтік стратегияға жатпаса, немесе личный бренд жүргізудің артында белгілі бір цифраларға бағынған тұжырымдамалар болмаса, личный бренд жүргізгеннен кейін касса көтерілмесе, оборот өспесе, онда білмеймін, личный бренд жүргізу қаншалықты маңызды деген сұрақ шығады да. И көбіне біз личный бренд жүргіземіз деп травма обслуживающий, яғни нәпсімізге орай шешімдер қабылдап кетеміз. Екінші симптом, кәсіпкерлер личный брендпен айналысам деп фокусын басқа жаққа құртып бару арқылы кәсіптерінің обороттарын құлатып алып жатады. Бұл кәсіпкердің екінші симптомы. Үшінші симптом ауыр симптом. Үшінші симптом бірақ біздің нарықтың дерті. Үшінші симптом бұл енді әйел адамға да, ер адамға да қатысты болуы мүмкін. Үшінші симптом партнерлық қарым-қатынастың бұзылуы деп аталады. Яғни мен қазір еркек жақтан айтып берейін, еркек адамдарды. Көп еркек кәсіпкерлер белгілі бір табыс деңгейіне жеткен кезде әйелімен қарым-қатынасы өте резко жаман болып кетеді. Яғни ол әйел менсінбей кетеді, әйеліне ақша бермей кетеді, білмеймін, түсінбеймін, не үшін екенін түсіне алмадым, бірақ осы заңдылықтарды байқадым. Кәсіпкер өте тез өсіп кетті, ол ақшасы бар, танымал, ол шетелге шыққан, бірақ әйелі декретте қалып қойған. И осының кесірінен мынау кәсіпкер өзінің әйелін менсінбей бастайды. Ең қызығы, осындай симптом пайда болғаннан кейін ол ер адам бұл проблеманың өзегін түсініп тұрған жоқ, бірақ бұл проблеманың шешімі ретінде бұл менің әйелім маған қызық болмай қалды деп сырттан не іздейді, сырттан приключение іздейді. Табады, в итоге ең соңы ажырасуға алып келеді. Ол ажырасқан кәсіпкерде енді 80% случайда кәсібі құлайтынына мен сенімдімін. Енді вообще бұл проблема неден пайда болып жатыр деген тұжырымдап алып көрейікші. Себебі кәсіпкерде базовый партнерлық қарым-қатынас деңгейі қалыптаспаған. Ол әйелін как партнер ретінде көрмей тұр. Мен осы жерде айтқым келеді. Егер кезінде бір подкастта да айтқым қателеспесем, егер кәсіпкердің әйелімен қарым-қатынасы дұрыс болмайтын болса, мен ол кәсіпкермен партнерлыққа кірмеймін. Себебі олда партнерлық қарым-қатынастың фундаменті дұрыс емес. Ол әйелін сат кететін болса, ол сені ертең кәсіпте точно сат кетеді. Себебі партнерлық қарым-қатынасының отбасыдағы көрінісі мынау, ол әйелімен қарым-қатынасы. Партнерлық қарым-қатынасының бизнестағы көрінісі ол
жаңағы екі кәсіпкер арасындағы партнерлық. Екеуі де партнерлық қарым-қатынас деп аталады. Партнерлық қарым-қатынас әйел көрінісінде әлсіз болатын болса, демек кәсіпте де әлсіз болатыны бетон. Сонда кәсіпкердің құлауының үшінші симптомы ол әйелмен қарым-қатынасында білінеді. Өте тез білінеді. Мен өте көп таныс кәсіпкерлерді білемін, мен нелерді білемін, который резко өскеннен кейін жаңағыдай ажырасып кетіп жатады, в итоге кассовый разрыв болып қалатын жағдай бар. И осы жерде түсінгім келеді, что партнерлық қарым-қатынасты фундаменталды деңгейде шешіп үйрену қажет. Енді мен әрине бұл саланың мастері емеспін, бұл менің наблюдением, бұл возможно психологиялық деңгейде отбасылық психологтармен шешілетін проблема шығар, бірақ алгоритм ретінде бұны таптым. Ер кәсіпкердің әйел адаммен қарым-қатынасы бұзылғаннан кейін бір 3-6 ай немесе 1 жылдың ішінде кәсібі құлдырауға ұшырайды екен. Әйел кәсіпкерлерде де бұл нәрсе қайталануы мүмкін, яғни әйел адам резко өсіп кеткеннен кейін жаңағыдай партнерлық қарым-қатынастың фундаментал деңгейде дұрыс болмағандықтан ол күйеуін менсінбейді, в итоге ол да ажырасу, ол да бір партнерлық қарым-қатынастың көрінісі. Сондықтан үшінші симптом құлдырауға алып келетін, ол партнерлық қарым-қатынасының отбасыдағы көрінісі. Егер сізде қазір білмеймін, әйеліңізге көңіліңіз тоймай, бір сондай бір ощущение болып, сырттан приключение іздегіңіз келіп жүрген болса, мен сізге кеңес беремін. Тоқтатыңыз, семейный психологқа барыңыз, бұл проблеманы шешіңіз, себебі бұл ақыр соңында кәсіптегі құлдырауға алып келеді. Енді біз көбіне кәсіп жайлы айтамыз, сондықтан кәсіпті нәтиже ретінде алатын болсақ, бұл кәсіптегі құлдырауға алып келеді. Үш симптом сонымен. Бірінші симптом кәсіпкердің іші пысады, в итоге приключение табады, қадалады. Екінші симптом кәсіпкер личный брендпен айналысам дейді, травма обслуживающий шешім, яғни внимание алу мақсатында личный бренд жүргізіп кетеді, ал стратегиялық мақсатта емес, внимание жинау мақсатында жүргізіп кетеді. И бұл да құлдырауға алып келеді. И үшіншісі партнерлық қарым-қатынас бұзылады, бұл да құлдырауға алып келеді. Алдын алғыларыңыз келсе, бұл проблеманың салдарымен емес, өзегімен күресіп, өзегін шешіп үйрену қажет. Бір кішігірім қызық болды деген ойдамын. И сіздердің қателесу этаптарыңызды симптом деңгейінде бір шешуге көмектесе алдым деген ойдамын. И маған өте көп кәсіпкерлер осы симптомдармен келеді. Біз оны осы бастапқы этапта проблеманың енді өршу этапында бұл проблеманы шешіп жасаң, жеңіл өтуге болады да. А көбіне біз не істейміз? Проблеманы ушықтырып алып, проблеманың шешімін іздейміз. Ол кезде біз проблеманың өзімен емес, всегда проблеманың салдарымен күресіп қалып жатқан жайтымыз бар. Сондықтан кімнің басынан бұл симптомдар байқады, өзіңізге осы төменге жаза кетіңіз. Немесе кімде осы симптомдарды байқап жүрсіздер, міндетті түрде сол адамға жіберіңіз. Мынаның пайдалы болатынына мен 100% сенімдімін, и оның құлдырауын сіз алдын ала аласыз. И міндетті түрде ол симптомды өзіңізден байқасаңыз, бұның шешімін іздеңіз. Енді мен бұл жерде бір шешім ретінде біз алгоритм деген біздің 20 сабақтан тұратын тиімді шешімдер шығаруға арналған жобамыз бар. Ол жерде жеке қаржыға басқару алгоритмі, кәсіптегі қаржы басқару алгоритмі, финансовый жоспар құру алгоритмі, тиімді шешім шығару алгоритмі деген сияқты 20-ға жуық құнды сабақтар түсіріп тастағанбыз. Бағасы өте қолжетімді. Төмендегі сілтеме арқылы өтіп, менеджерден жаңағыдай консультация алып, сатып ала аласыздар, және сразу доступ ашылады. И бұл симптомдардың шешімдерін де сол жерге алуға болады деген ойдамын. И пайдалы болады деген ойдамын. И сіздерді өзімнің осы алгоритм деген жобамда күтемін. И мына подкаст кімге қызық болды, міндетті түрде лайк, комментарий. И мен сіздерді келесі подкастта күтемін.